Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Қаламқас каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қуырылған пельменнің рецептімен бөлісемін. Өте керемет рецепт. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті заттар: қамырына ұн, жұмыртқа, қамыр қопсытқыш, тұз, сары май және де жылы су қажет. Арасына картоп саламыз қайнатылған. Алдымен ыдысымызға сары майымызды саламыз. Бөлме температурасындағы және жылы суымызды құямыз. Үстіне жұмыртқамызды, тұзымызды салып, жақсылап қамыр илейміз. Алдымен жақсылап араластырып аламыз. Үстіне қамыр қопсытқышымызды салып, ұнымызды салып, қолымыздың көмегімен қамыр илейміз. Қамырымызды илеп алдық. Енді 10-15 минутқа бетін жауып қоямыз. Осы иленген ыдысымызды бетіне жауып қоямыз. Енді сол аралықта арасын салатын салмамызды дайындаймыз. Салмамызды дайындап қойдық. Енді қамырымызды жаямыз. Осылай екі бөлікке бөліп алдым қамырымды. Енді оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Қамырымызды жайып, осылай төртбұрыш тығып кесіп алдық. Дәл анау кәдімгі пельменнің. Қамырымызды жайып, осындай төртбұрышты формада барлығын кесіп алдық. Енді арасына салмамызды, яғни картошкамызды салып, осылай түйіп шығамыз барлығын. Мінекей, дәл осылай түйеміз. Қамырдың кішкене жұқа болғаны дұрыс, себебі хрустящий қытырлақ болу үшін. Мінекей, видеода көріп тұрғандарыңыздай, дәл осылай барлығын түйіп шығамыз. Пельмендерімізді осылай түйіп алдық. Енді қазанымызға кішкене май құйып, жақсылап қуырып аламыз. Майды құйып қойдық, қыза бастады. Орташа отта пісіреміз, қатты қыздырмаңыздар майды. Пельмен жылдам пісетін болғандықтан орташа отта пісіреміз. Салдық, осылай баяу отта пісіреміз. Кішкене қызарған кезде сүзіп аламыз. Мінекей, қуырылған пельмен тоқаштарымыз дайын болып шықты. Өте әдемі, хрустящий қытырлақ болып шыққан. Мінекей. Дәл осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар. Себебі менде күнделікті жаңа рецепттер шығады. Сіздермен болған Қаламқас. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.